баршаларыңызбен тағы да кезекті рет кездесуге қуаныштымын. Тура бір жыл бұрын осы былтырғы қазан айында өзім осы Жеті ауданға келіп, сіздермен біраздарыңызбен кездескен болатынбыз. Осындай әңгіме құрған болатынбыз. Біраз мәселелерді талқыладық сол кезде. Сондықтан енді бүгін тағы да сәті түсіп келіп жатырмыз. Енді Марат Алмасов, жаңа ғана сіздер көп айттыңыз ассамблеяның жұмысына қатысты. Мен ендеше осы аудиторияда мемлекеттік органдардың өкілдері болғасын, осы мемлекеттік органдардың жұмысына қатысты көбірек көңіл бөлсем деп ойлаймын. Сондықтан рұқсат болса, мен енді жалпы неден бастайын? Біздің еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл бұрын биыл. Бұл өте үлкен бір біздің жетістік. Осы тәуелсіздіктің арқасында біз ел болдық. Елдің ішінде енді халықтың бірлігін қамтамасыз етті, қоғамдық тұрақтылықты, этносаралық келісімді сақтай алдық. Бірақ бұл жұмыс тоқтамауы қажет. Және бүгінгі жағдайды ескере отырып, тек қана Қазақстанда емес, сырт елдердегі жағдайларды ескере отырып, біз осы этносаралық қатынастар саласын, осы қоғамдық келісім жұмысын одан да белсендетуіміз қажет деп ойлаймын. Сондықтан біздің қазіргі енді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен былтыр этносаралық қатынастарды дамыту комитеті құрылған болатын. Мен осы комитеттің төрағасы. Біздің министрліктің ақпарат және қоғамдық даму министрінің жанында қолданбалы этнос мәселелерін зерттейтін орталық құрылды. Ол бірінші рет біздің тарихымызда. Қазір біздің осы мақсатымыз жалпы этносаралық саясатты, мемлекеттік саясатты қалыптастыру және жүзеге асыру. Біздің осы комитеттен бастап қазір өңірлерде арнайы бөлімдер ашылды. Облыс деңгейінде өздеріңіз білесіздер, ішкі саясат басқармаларының ішінде арнайы этносаралық қатынастарды дамыту бөлімдері ашылды. Ендігі бүгінгі біздің мақсатымыз осы мемлекеттік органдардың және қоғамдық белсенділер болсын, қоғамдық мемлекеттік емес ұйымдар болсын, ассамблея біздің құрылымдары болсын, осы жұмысты барлығын үйлестіру. Неге десеңіз, мемлекеттік этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясат ол тек қана ассамблеяның жұмысы емес. Мемлекеттік саясат болғасын, ол әр мемлекеттік органдарының өзінің үлесі болу керек. Ол дегеніміз, мысалы, мынау біздің жастар саясаты басқармалары бар. Олар осы біздің басымдықтарды жастар саясаты арқылы, шаралар арқылы жүзеге асыру керек. Ақпараттық жұмыс бар, ол бөлек. Мысалы, біздің мынау білім саласына басқарма бар. Білім саласы, жаңағын айтылған мәселелер, ол білім басқармасының қызметкерлері біздің мынау балабақшадан бастап мектептер, университеттерде осы тәрбие жұмысын ұйымдастыру керек. Оған арнайы оқулықтар дайындалу керек. Жалпы осы білім арқылы жастарға көп нәрсе жаңа осы керек құндылықтарды біз сіңіруіміз қажет. Мысалы, басқа мәдениет басқармасы болсын. Мәдениет басқармасының да үлкен үлесі болу керек. Ол дегеніміз біздің мынау әдебиеттерден, әндерден, балаға, садикта арналған балаларға әндерінен де бастау керекпіз. Ол жердегі мынау пайдаланатын суреттерден бастау керекпіз. Ол жердегі біз көп ұлтты мемлекетіміз бар екенін көрсету керекпіз. Қаншама фильмдер түсіріп жатыр. Бізде мысалы ақш-тың фильмдерін қарасаңыз, сол жерде міндетті түрде бір басқа ұлттардың өкілдері болады. Кореец па, азиат бола ма, басқа мынау Африканың өкілдері бола ма. Міндетті түрде қай фильмді қарасаңыз, сол жердің өкілдері болады. Біздің де фильмдерде соны көрсету керекпіз. Осыны қазір біз қолға алып жатырмыз. Ақпарат, басқа да, енді мынау мәдениет болсын, білім болсын, басқа да министрліктермен осыны қолға алып жатырмыз. Сол жерден біз бала кезінен бастап, расында да осы сондай дұрыс құндылықтарды қалыптастыруға үлесімізді қосу керекпіз. Оның ішінде енді бөлек айтатын бір нәрсе, ол біздің құқық қорғау органдарының жұмысы. Ол жерде біздің мынау қазіргі енді халықтың жаңағына айтылды да, халықпен тығыз байланыста болу керексіздер деп. Ол дегеніміз осы мынау бұрын кеңес кезіндегі болсын, мынау участковыйлар осы өзінің мысалы ауылында немесе бір бөлігінде әр азаматты тікелей өздері білетін. Ол жердегі мынау жанұясында, отбасында болып жатқан жағдайды білетін. Осындай деңгейге қазір де біз жету керекпіз.
Сондықтан бұл көп мәселелерді алдын алуға мүмкіншілік береді осындай жағдай. Біз екінші өте маңызды мәселе, ол да ең басты мәселе деп айтуға болады. Жалпы біздің еліміздегі қаншама құқықтық жүйеміз бар, заңдарымыз бар. Сол заңдарды орындалуын қамтамасыз ету. Көп мәселелер осы мынау заң орындалмай жатса, ол халықтың арасында наразылық туады. Сол наразылықты біз алдын ала алмасақ, ол үлкен проблемаға алып келуі мүмкін. Біз қаншама зерттеп жатырмыз, осындай жағдайлар, келеңсіз жағдайлар, шиеленістер болып жатыр. Басқа өңірлерде, сіздерде де болып жатыр. Тереңнен қарағанда, зерттегенде осы жерде мынау қарапайым заңды бұзылуынан және жүзеге аспағаннан, оған дер кезінде мән бермегеннен, біздің тура мына қоғам, біздің тек қана қоғам өкілдері емес, осы мына құқықтық органдардың кейбірде білмей қарамағанынан осындай жағдайлар болып жатады. Сондықтан біз бұл жағдайда мына коррупция дейміз, басқа да осындай індеттерден арылуымыз қажет. Әсіресе осы мына қай салада болсын. Ол любой мәселе, қазір қандай да бытовой конфликт болсын, ол да үлкен мәселе болып кетуі мүмкін әрі қарай. Мысалы, біздің мынау жер мәселесі, су мәселесі, тіл мәселесі болады кейбірде, тағы да қандай, мысалы, мына білім саласы, денсаулық саласында да бір түсініспеушіліктер болып жатады, бірақ дер кезінде қабылдамағасын, шара қолданбағасын, құқықтық органдар жұмыс істемегесін, ол ертең басқа тарап, басқа мәселелерге қосып алып, үлкен проблемаға ұласатынын біз көріп жатырмыз. Сондықтан заңды орасан бұзылса, біз ол жерде міндетті түрде құқықтық шешім қабылдану қажет. Біз мынау медиация деп айтып жатырмыз, бірақ оның да өзінің орны болу керек. Медиация деген ол тек қана осындай бір кішкентай бір кикілжің сондай мәселелерде, ол әрине міндетті түрде ақсақалдар келіп, оны реттеуге болады. Бірақ құқық бұзушылық болса, қатты заң бұзылып жатса, оны міндетті түрде заңға сәйкес жазалау керек. Жазаламасақ, ол ертең бұл проблема әрі қарай жалғасын таба береді. Мысалы, басқа өңірлерде біз көріп жатырмыз, бір-бірін кетеді, сосын анау кешкен азамат тағы да ертең тура сондай жағдайды тағы да ұйымдастырады. Тағы да барып біреуінің ұрып кетеді, біреуінің бірдемесін ұрлап кетеді. Ол дегеніміз, ол өзінің оған дер кезінде шара қолданбағасын, ол осындай безнаказанность деген чувство болады деген. Сондықтан осы жерден біз мұқият қарау керекпіз. Әсіресе осы мынау медиация дегенде, оның да өзінің бір орны болу керек деп айтқым келеді.